Крест жорықтары. Европа феодалдарының таяу шығысқа жасаған әскери жорықтары. Бұл жорықтар 1096-1270 жылдары болды. Таяу шығыстағы шаруашылықтың өрлеуімен Батыс Европадағы экономикалық тоқырау әсер етті. Салжұқтар Византияны жеңіп, Сирия мен Палестинаны басып алды. Шіркеу шығысқа жорықты ұйымдастырушыға айналды. Ислам әлеміне қарсы жорыққа аттануды екінші Урбан папа бастады. Ол 1095 жылы Клерман қаласында сөз сөйледі. Папа жорыққа қатысқандардың күнәсі кешіріледі деді. Жиынға қатысушылар тізерлеп отырып, Иса пайғамбардың табытын азат ету үшін ант берді. 1096 жылдың көктемінде Франция мен Германияның керейлері қажылық жорыққа аттанды, бірақ сәтсіздікке ұшырады. 1096 жылдың күзінде Жерорта теңізінің шығыс жағалаулары Финикия, Палестина, Сирияда кресшілердің үстемдігі орнады. 1099 жылы кресшілер Иерусалимді алды. Екінші жорықта олар Кіші Азияда Салжұқ түріктерінен жеңіліп қайтты. 1187 жылы Египет сұлтаны Салахаддин кресшілерді Палестина мен Сирия жерінен қуып шықты. Үшінші кресш жорығында арыстан жүректі Ричард пен Салахаддин арасында христиан әлемі үшін қолайсыз келісім жасалды. Төртінші кресш жорығын үшінші Иннокентий папа ұйымдастырды. Византияда өз мемлекетін құрып, кресшілер Палестинаға бармай қалды. 1212 жылы балалар жорығы ұйымдастырылды. Теңіз жағасындағы Генуя және Марсель қалаларына жеткен жас кресшілерді Египетке апарып құлдыққа сатып жіберді. Бесінші кресш жорығына Венгр королі, Австрия герцогы, Кипрдің королі қатысты, бірақ шайқастарда жеңіліс тапты. Алтыншы кресш жорығын Герман императоры мен Сицилия королі басқарды. Жетінші кресш жорығын француз королі Людовик IX басқарды. Египетке қарсы алыстағы татар-моңғолдармен келісім жасады. Француз королі Людовик IX негізгі күштерін Тунис қаласын қоршауға жұмсады. Аурудың тарауына байланысты кресш жорықтары тоқтатылды. Таяу шығыстың барлығы түріктердің қол астына өтті. Кресш жорықтарының салдары. Басқыншылық соғыстар көп болды. Адамдар қырылды, мәдениет ошақтары қирады. Дегенмен бұл жорықтардың Батыс Европа елдері үшін біраз пайдалы жақтары болды. Жерорта теңізіндегі сауда қыза түсті. Кресшілер мұсылман халықтарынан қолдарын жууды, моншаға түсуді, әдемі киінуді, ас ішкенде шанышқыны пайдалануды үйренді. Европалықтар шығыстан бау-бақша егуді, мата тоқуды, айна жасауды, металды сапалы өңдеуді үйренді.